институт стратегических исследований. Соның анықтамасы бойынша сіз өзіңіз де білесіз, осы анализ жүргізгенде мына азаматтардың, тұрғындардың берген бағасы бойынша Қызылорда облысының полициясы бірінші орында. Доверие граждан полиции. Ол да бір положительный результат. Сосын мына қазір жалпы қылмыстың саны төмендеп жатыр. Бірақ дегенмен жаңағыдай жағдайлар орын алып жатыр. Оның тағы да бір себебі айта кететін. Мына халық саны 2010 жылдан бері где-то 2,5 есе өскен осы облыста. Бірақ сол 2010 жылдан бері мынау қазір қала өсіп жатыр, жаңа аудан, мөлтек аудандар салынып жатыр. Мына ауылдық елді мекендерде де көбейіп жатыр. Бірақ біздің қызметкерлердің саны сол кезден бері әлі сол күйінде қалып отыр. Енді бір учаскелік инспектор 4-5 елді мекенге жаңағы жауапты. Мынау қалада 276 маршрутты біз жабуымыз керек болатын болса, тек 100-ден аса ғана біз жауып отырмыз. Жоқ, адам жоқ. Біздің анау жаңағы дежурствоға түсетін қызметкерлеріміз черезден түседі. Енді олардың құқығын біз бұзып отырмыз. Неге? Өйткені қоятын адам жоқ жаңағы үйге. Содан кейін осы мәселелерді біз бірнеше рет оны көтеріп отырмыз. Бірнеше рет осы жаңағы мен келгенде өзім бірнеше рет осы коллегияда көтердім осы мәселелерді. Сондай жаңағы күштің, адам санының, қызметкерлердің жетіспеушілігі сондай бар.